Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз алдыңғы сабақта өткен градиентті бояу, жалпы бояу жайлы өткен болатынбыз. Сол градиентті бояудың жалғасын өтеміз. Градиентті бояу, яғни білесіздер, градиентті бояудың неше түрлі түрлері бар екенін алдыңғы сабақта өткен болатынбыз. Басқан кезде міне 6-7 түрлі бояудың түрлері бар. Сол туралы. Енді соларды көшірудің тәсілдері, яғни бояулардың көшіру тәсілдері. Оны көшіру үшін біз алдымен пипетка деген инструмент аламыз. Ол деген панель инструменттер жағында мына жерде құралдардың панелінде жазылып тұрады. Цветовая пипетка дейді. Осыны аламыз. Бір рет басамыз. Міне зеленый деп тұр ғой. Осыны бір рет бассаңыздар, осында шелектің суреті шығады. Ол яғни түсті көшіріп алды деген сөз. Оны алып келесіздер де бүйтіп мышкамен қайтадан бассаңыздар көшіріп береді. Байқап отырсыздар ғой. Жасыл түсті көшіріп берді. Енді мына түсті көрейік. Мынау однородный, яғни біртекті бояу. Келесі бізде градиентті бояу. Осыны да көшіріп көрейік. Міне аласыздар да боясаңыздар, байқадыңыздар ма? Тек қана осы қай жерде пипетка келді, сол түсті ғана алып жатыр. Міне көк па көк. Енді дәл осыны мен осы шеңберге бояп түсіргім келеді. Қалай істеймін? Ол үшін пипетканы басып тұрсаңыздар, пипетка для атрибутов дейді. Міне осыны басасыздар, соны аласыздардан бассаңыздар, дәл осындай қылып заливкасын бояудың көшіріп береді. Байқап отырсыздар ма? Оны тексеру үшін міне бұдан шелекті градиент заливканы басасыздар. Сол кезде осы линейка шығып тұр ма? Шығып тұр. Міне келесі бізде бояудың түрі ол міне заливка сетки дейді. Сеткамен бояу. Міне бассаңыздар, мысалы мынаны көрдіңіздер ғой. Басқан кезде сетканы мына жерде көптеген нүктелер шығып тұр. Ол нүктені өздеріңіз ерікті түрде қоя аласыздар. Мен мұнда 8-8 ячейка жасадым. Оны сіз 10-10 жасай аласыздар. Міне көбейте аласыздар. Көп болған сайын сіздерге мүмкіндік пайда болады. Оны қалай боямыз? Оны сіздер міне шеке қойып қояйын. Осындай бірінші мен көшіріп үйретейін. Бұл жерде де пипетка для атрибутов қолданады. Жай пипетка қолданбайды. Жай пипетканың қай жерге кіресіз көрдіңіздер ғой, сол түсті ғана көшіріп беремін дейді. Енді сіздер оны басып тұрып пипетка для атрибут басасыздар. Басқан соң бір рет міне әкелесіздер мына жерге басасыздар. Тарс көріп отырсыздар ғой. Міне шеңбердің бойына қойып берді. Осыны бір рет шеңберді белгілеп сетканы бассаңыздар, міне осы шеңбер бойымен боялып тұр. Енді ол сетканы қалай жасаймыз деген, қалай боямыз деген сұрақ туады. Ол үшін міне кез келген форманы алайық, төртбұрышты. Осыны алған кезде сетканы басасыздар, сол кезде сіздерді екі бөлікке бөліп береді автоматтерді. Оны аласыздар да сіздер өздеріңіз білесіздер. 10-10 бассаңыздар, міне 10 сетка былай, 10 квадрат былай, 10 квадрат былай бөліп береді. Соның әрқайсында байқасаңыздар нүктелер тұр. Осы нүктелерді бояп етіп белгілесеңіздер, мына жерде свободный, я болса прямоугольный дейді. Мысалы мен прямоугольныйды таңдайтын болсам, мен тек қана былай сырттан белгілей алам. Барлық суреттерім менің қазір төртбұрышты болып белгіленеді. Міне. Байқап отырсыздар ғой. Мінекей. Дәл осылай болады. Егерде еркін боям десеңіздер, оны таңдайсыздар, міне свободный деген таңдайсыздар да, оны былай бүйтіп айналдырып шыға болады. Қазір бағытын көрсейін, міне. Байқап отырсыздар ма? Шыға болады. Қалай таңдайсыз, солай шығады ғой, міне сіздерде. Осы қысқаша сетканың. Енді байқап отырғандай, мына жерде бізде оралайық пипеткаге. Пипетканы таңдаған кезде, мысалы, бір бояп енгізіңіз ғой. Енді бізге мынаның контуры да қалып қалды. Контурын да істеуіміз керек. Оның контурын қарап, 5 пиксель болып тұр ма, соны бәрін тексеріп жүргенше, аласыздар да, жаңағы алдыңғы өткен пипетка для атрибутов басасыздар. Міне, сол кезде бізде көшірсеңіздер, түсін де және контур абресін де бірге көшіріп берді. Байқап отырсыздар ма? Міне, екеуін белгілеген кезде астында міне контур шығып тұр. Және түсі де бірдей болып тұр. Бұл пипетка барлық атрибуттарға арналған. Ал мынау жай пипетка. Яғни
жай ғана білгіміз келсе, мысалы бізге бір сурет келетін болса, мынандай жердегіндей, мына жерден біз жасыл түсті, мына түсті қандай екен білгіміз келсе аламыз да пипетмен көре саламыз. Мына жерде бізде процент топкасы шығып тұр. RGB болатын болса 1,254,0 дейді. Міне аламыз да жай ғана көшіре саламыз. Оның жанына мына көк түс керек десе пипетмен ала саламыз. Осыған арналған құралдар. Енді келесі бізде фотосуреттен түс алу, яғни растердан түс алу дейді. Міне енді көріп отырсыздар ғой, мына түстен, мына жерден қолданылған түстерді жоғары қойып қойдым мен. Оны да дәл солай пипеткімен қарайсыздар, қарапайым пипеткімен аласыздар, цветовоймен бүйтіп аласыздар. Міне ең ашық жерден мынаны әкелесіздер, ең қараңғы жерінен мына жерден аласыздар, мына пипеткімен былай. Енді мына қызыл қандай түс, мына жерді байқасаңыздар, жақындатып көрсетейін. Ол бізде мына еріннен, помададан алынған. Алып көшіретін. Ал мына түс біздің терінің түсі. Міне. Ал мына қоңыр түс, ол шаштың түсі. Бұлай аласыздар да, міне бұлай қоя саласыздар. Қысқаша осы. Енді бізде тағы бір бояудың түрі бар. Ол интеллектуалды бояу деп аталады. Міне көрсетейін. Мысалы, екі объекті болатын болса, біз мына жердің кесілген жерін жеке алғымыз келсе, және мына жердің кесілген жеке алғымыз келсе, біз оны басып тұрамыз да, мына интерактивный заливканың ішінде, бояудың ішінде аламыз да, міне интеллектуальный заливка деген басамыз. Басқан кезде қай жерге әкелесіздер, соны жерді ол бөліп береді, бояп. Мына жерді және мына жерді. Байқап отырсыздар ма? Міне былай. Әрине бұны кесудің неше түрлі тәсілдері бар, бірақ ең оңай тәсілі осы. Мысалы, мына екеудің қосынды жерін мен алып бергім келеді. Міне. Екіншісі, мысалы біз ертең сіздер производствода жаңағы жұмыс істейтін болсаңыздар, жарнама агенттігінде жұмыс істейтін болсаңыздар, шаблон жасап бер дейді. Сол кезде шаблон мынаған, мысалы шаблон PVH-дан, акрилдан жасалған әріптерге шаблон жасайтын болсаңыздар, айтады, шаблон жасау керек деп. Сол кезде сіздер мынаны интеллектуальныйды аласыздар да, заливканы. Мына әріп болатын болса, мынаны бүйтіп бояп бересіздер. Интеллектуальный заливканы аласыздар да, міне. Бұлай бөлесіздер, ішін. Бұлай барлығын біріктіріп алып шықсаңыздар, міне көріп отырсыздар ма, ортасы қуыс кесілген болып шығады. Яғни осыған арналған құрал болып есептеледі. Негізінде оның қолданыс тәсілдері өте кең, көп жерде қолданады. Мен сіздерге 1-2 қолданылатын тәсілдерді үйретіп кеттім. Міндетті түрде тіркеліп отырыңыздар, лайк басыңыздар, алдыңғы сабақты жіберіп алсаңыздар, көріп алыңыздар, және менімен бірге қайталап отыруды ұмытпаңыздар. Кездескенше сау болыңыздар.